Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев Келес ауданына жұмыс сапарымен келді. Облыс басшысы сапар барысында стратегиялық маңызы бар нысандар мен кәсіпорындарды аралады. Алдымен 2019 жылы құрылысы басталған Абай автоматты газ тарату станциясында болды. Нысанның негізгі жұмыстары аяқталған, дегенмен әзірше газ тарату мүмкін болмай тұр. Облыс басшысы жоғарыда аталған мәселелерді ақсақалдармен басқосу барысында талқылады. 2019 жылы құрылысы басталған Абай газ тарату станциясының күні бүгінге дейін пайдалануға берілмегендігін де тілге тиек етті. Қаржысын қарап, тез арада іске қосу жұмыстарын жүргізу үшін тиісті мекемелерге тапсырма берді. Сонымен қатар Қазтрансгаз мекемесімен бірге тиісті жұмыстар жүргізіп, тұрғындар тарапынан құжаттарын тез арада рәсімдеу бойынша жұмысты жеделдету қажеттігін алға тартты. Келесі қариялармен кездескен өңір басшысы Абай ауылында орналасқан Қазыналы қария тең қоғам әлеуметтік қызмет көрсету орталығының жұмысымен танысты. Бұл мекемеде қарттар үшін барлық жағдай жасалған. Одан кейін өңір басшысы 1987 жылы салынған Ақылбексай су қоймасының жайымен танысты. Су қоймасының мүмкіндігі мол екеніне тоқталды. Жақын маңдағы 2000 гектар жерді ағын сумен қамту мүмкіндіктерін іске асыруға тапсырма берді. Іс-сапар барысында өңір басшысы құрылысы жүріп жатқан Қызыләскер қосалқы станциясында болды. Аталған станция облыстың оңтүстіктегі 5 ауданын сапалы электр қуатымен қамтамасыз етеді. Сара Кеңесбай, Мержан Ғалымжанұлы, Арт ТВ жаңалықтары.